Ербол күзде 30 жасқа толғанын туған-туысқанымен, ұжымдастарымен, достарымен дүркіретіп тойлады. Бұлай мейрамханада тойлауының да себебі жоқ емес. Шүкір, қара торы сүйкімді келіншегі Назира көп күттірмей бірінен соң бірін 3 ұлды өмірге алып келді. Кенжесі 1 жасқа толды, биыл үлкен үй салып бітіргені тағы бар. Өмірінің жаңа белесін жаңа үйде қарсы алып бұйырыпты. Тұңғышы мектеп табалдырығын аттап, 1-ші сынып оқушысы атанды. Мұның өзін көріп, сезіну әкелік жүрегін толқытып жіберді. 4 құбыласы түгелденіп, көңілі марқайып, кеудесін мақтаныш кернеп жүр. Майра Ерболдың көршісі. 4 балалы келіншек. Биыл көктемде 35 жасын толтырды. Күйеуі Қанат та өзімен қатарлас бір тоға. Қақ соқпен ісі жоқ, жұмысына берілген жігіт ағасы. Бұлар 1 жыл бұрын қоныс тойын тойлаған еді. Жаңа үйдің жұмысы біткен бе, әлі жамап жасқап тапқандарын жаңа жаңғырықтарына жабыстырып, жиһазбен толтырып әлек. Бұл 2 көршіні арадағы жолғана байланыстырып тұрған жоқ. Өзге көршілерде емес, көшіп келген күннен ақ 2 отбасының аралас-құраластығы жақсылап жүре берді. Ербол таңнан кешке дейін жұмыста болып, көп көрінбегенімен, келіншегі Назира үй шаруасындағы келіншек екен. Ашық жарқын мінезінің арқасында жатсынбай, Майраны тәтелеп араласып кетті. 2 үйдің балалары бірге балабақшаға барады. Демалыста күні бойы бірге ойнап, бір дастарханнан ас ішіп, 2 ортада жүреді. Арада 3-4 ай өтті. Майра жаңа жалюзиге тапсырыс берген еді. 2 күнде дайын қылып әкеліп бере қойды. Терезесіне тезірек ілмекке асықты. Қанат жұмыс бабымен көрші облысқа кеткен еді. Әйелдік шыдамсыздығы сыр бере бастады. Назираға хабарласып, әдеттегідей көмекке шақырып үлгерді. Қазір келемін деген көршісі сәлден соң күйеуін жіберіпті. Осы уақытқа дейін сәлемдесуден әрі аспаған Ербол мен Майра жарты сағаттай әңгімелесе жүріп, танысып, 2 терезеге жалюзиді іліп тастады. Ерболдың жылдам әрі ұқыпты ісіне риза болған Майра рахметін айтып, қолына балаларына апар деп тәттілермен алма ұстатты. Бәленің бәрі осыдан басталатынын кім біліпті. Майраның ойында титтей арам ой болсайшы. Назирада арам ой болса, күйеуін жалғыз әйелге көмекке жіберер ме еді? Балаларын аулаға ойнатып қойып, ас үйінде тамақ жасап, терезеден сыртқа көз тастап тұру Майраның әдетіне айналып кеткенді. Сол дағдысынша кешкісін терезе алдында тұрған оның ойын телефон шырылы бөліп жіберді. Бейтаныс нөмір. Тұтқаны көтербеді көршісі Ербол. Майра, сәлем, қалайсың? Жақсы шүкір, өздерің қалайсыңдар? Терезеден қарап тұра бересің бе, сыртқа шықсаңшы? Деп аңырап қалған Майра жан-жағына қарады. Көршісінің қай тұстан мұны көріп тұрғанын көзбен шошып шықты. Таппады. Мені қайдан көріп тұрсың? Көргісі келген көз табады ғой. Жайшама тыныштық болар. Назира үйде ме? Назира төркініне кеткен. Жай. Көшеге шығып серуендеп қайтпадық па? Қапелімде оның сұрақтарына жауап таппай қалды. Бұл нөмірімді әйелінің телефонынан алған болды ғой. Серуендеу несі? Ыңғайсыз емес пе? Көршілерден ұятты. Қабат-қабат ойлармен әуре боп кетті. Ертең не істейсің? Балаларыңмен шықсаншы, бассейнге барып қайтайық. Бір тамаша жерді білемін. Жақсы идея екен. Көрейік. Қанатпен сөйлесіп, демалатын болса, кешке жауабын айтармын. Қанаттың не қатысы бар? Үндемей ақ қой, өзіміз ғана барып келейік. Жұмыстағы адамды мазаламайық. Ербол еркінсіп, билеп төстеп барады. Қой, менің қанатсыз, сенің Назирасыз бассейнде жүргенің ерсілеу болар. Сәті түскенде 4-еуміз түгел барармыз. Осымен әңгімені қайырған Майра тұтқаны қойды. Көршісінің әрекетін ыңғайсыз көріп тұрса да, артық еш нәрсе айтпады ғой. Мүмкін 2 үйдің балаларын ыстық күнде шомылдырып келгісі келген болар. Дереу арам ойға берілмейінші деп қоя салды. Ертеңіне WhatsApp-ына хабарлама келді. Не істедің, красавица? Ойландың ба? Бассейнге қай күні барамыз деген мәтіннен ақ кімнен келгенін түсіне қойды. Осындай хаттар 1 апта бойы толастамады. Ол үгіттеуден, бұл бас тартудан шаршамады. Мұны не күйеуіне, не Назираға айта алмай, жылы жауып қоюды жөн көрді. Бассейн тақырыбы жабылғанымен көршінің әуресі күшейе берді. Бұл қашқан сайын ол ентелей түсті. Телефон шалады.
хат жазады. Ғашық болып қалыптымыз. Әлеуметтік желідегі Майраның парақшасын тауып, фотоларын көшіріп, телефонына сақтап қойыпты. Қарама-қарсы екі үйдің терезесінен іштегі көрініс көзге ұрып тұрады емес пе? Ербол үйдегі уақытын мұны аңдумен өткізетінді шығарды. Күні бойы не істеп, не қойғанын өзіне хабарламамен жолдап отырады. Өз-өзінен қуыстанып, Майра есік алдына бұрынғыдай еркін шыға алмай қалды. Мұны сырттай бақылап жүрген Ербол, неге көрінбей жүрсің, деп хат жолдаудан танбады. Майраның ойы сансаққа кетті. Көршінің не ойлағаны бар, қалжың ма, әлде шыны сол ма? Ғашық болып қалғанына сенгісақ келді. Бірақ солай-ақ болсын. Мұның қолына не келеді? Екеуінің басы бос болса бір жөн. Отбасылы, бала шағалы адамдар. Демек, ол көңілдес болуға мәжбүрлеп тұрғаны ма? Қайдағыны ойлап. Көршінің қылығын күйеуіне айтқаны дұрыс па? Әлде оның әйеліне барып арызданғаны жөн бе? Ой түбіне жете алмай, не де болса, біреумен бөлісіп, кеңес сұрамаққа бекінді. Анасынан өзге үшін жанашыр болмағанын біліп, ақылдасты. Көпті көрген жан емес пе? Қызым, әйелінің жанын түсінбей, қадірін білмей, жылуды сырттан іздеп жүрген еркек сенің қадіріңді қайдан білсін? Кеш болмай тұрғанда бетін қайтарып таста. Оның әйелі білсе не болмақ? Мұндай еркектің көксегені төсектен басқа не дейсің? Тәтті сөзге алданып, тура жолынан тайып кетпе қарағым, деп анасы қатты уайымдап қалды. Алла сақтасын, мама, абырой берсін, деп бұл анасын жұбатып қойды. Ең дұрысы оның нөмірлерін бұған хабарласа алмайтындай қара тізімге қоюды ұйғарды. Солай істеді де, уф деп арқасынан жүк түскендей жеңілдеп сала берді. Тек көзіне түспесе болды. Бұрынғыдай емін-еркін Нәзираның үйіне бара алмайтын болды. Ол өзі келіп әңгімесін айтып кетеді. Күйеуімен ренжісіп қалғанында жасырмайды. Не десін, үнсіз тыңдап, басын шұлғып отырудан басқа амалы жоқ. Қара тізімге ілінгені көршіге тосқауыл бола алмады. 2 күн хабарласып сөйлесе алмаған ол, ақыры бөтен нөмірден бұған қоңырау шалды. Жұмысындағы жігіттің телефоны екен. Бейтаныс нөмірден еш күдіктенбеген Майра тұтқаны көтере беріп, оның дауысын естіп тосылып қалды. Майра, тыңдашы, тұтқаны қоймашы деп бастырмалатып барады жалынышты үнмен. Мәссаған, тағы сенсің бе? Шын айтамын, сенсіз маған қиын болып жүр. Сені жақсы көремін, еш қызық жоқ, сені қалай сендірсем екен, тастамашы мені, дауысыңды бір естуге мүмкіндік бере тұршы, мені блоктан шығаршы. Жарайды, дей салды алдамсыратып. Сөйтті де бұл нөмірді де сақтап қара тізімге қосып қойды. Келесі күн, тағы да бейтаныс нөмір, бірақ бұл жолы WhatsApp-қа хабарлама жіберіпті. Таудың етегінде төменге қарасан бас айналатын құздың жиегінде отырған Ерболдың фотосы. Астына, өмірімде басымнан кешпеген ғашықтықты сезініп жүрмін. Бойдақ күнімде мұндай болмаған едім. Екеусіміздің де отбасылы екенімізді біле тұра, сенен бас тарта алмаймын. Өмірімді сенімен өткізгім келеді. Арадағы кедергі менің әйелім болса, онымен ажырасуға дайынмын. Маған ондай әйелдің керегі жоқ деп хабарлама жолдапты. Екеуміздің де басымыз бос болған күннің өзінде сені таңдамас едім деп бұл бір сөйлем жолдады. Майраның шыны сол еді. Мұның талғамындағы ер жігіттің бейнесі мен оның бейнесі мүлде кереғар. Кейде қыз күніндегідей әлдебіреудің ғашықпын деп езіліп, сөзіне мұқтаж болғанына марқайып, қызық көріп кетеді. Бірақ өзінің енді жас күні оралмасын сезініп, бірнеше отбасының тағдырын ойлап, ақылмен шешіп, бұл хикаяның нүктесін дұрыс қоюды көбірек ойлайтын. Көршісінің мінез құлқын біраз біліп, сырттайды танып қалды емес пе? Өз күйеуінен артық жері жоқ. Оған көзі анық жетеді. Менен 5 жас кіші байқұс қай сиқыма қызығып жүр, деп аң-таң боп айнаға бір қарайды. Сырт келбетін ойша Назирамен салыстырады. Оның еш кемшілігі жоқтай көрінеді. Көзі бал-бұл жайнаған, қара торы келіншек зыр жүгіріп үй тірлігін жасап, асын пісіріп жүргені. Қасқай, біреудің әйелі біреуге қыздай деп бекер айтпаған болды ғой. Өмірде еш қызық жоқ. Мені үйде кім күтіп отыр дейсің? Бәрінен шаршадым. Өле салған оңайырақ деген жауап келді. Өлсең жаңа шақырарсың. Айтпақшы, қазір үйіңе қайтпасан, Назираға барып бәрін айтамын.
Әке-шешең де үйінде шындықты айтатын сәт келді деп күлген смайликті қоса жолдады. Бірақ Майраның іші қылпылдап, жаны жай таппай тұр. Мынау ішіп алып, өзіне қастық қылып жүрмес пе екен? Әйелімен қарым-қатынасы дұрыс болмаса, мен не істеуім керек? Көңілін табуым керек пе? Қызық адам екен өзі. Басыма бәле болған-ай. Үйіне барып бәрін айтайын ба? Қой, не де болса Әліптің артын бағайын. Деп түнді күтті. Артық ашытқын болса бере тұршы деген сылтаумен Назираға телефон соқты. Сөйтіп, Ерболдың үйіне оралғанын біліп, маңдайынан суық тер бұрқ етті. Қанаттың жылына бір алатын еңбек демалысының уақыты келіп, Майра отбасын көндіріп демалуға кетуді ұйғарды. Сөйтіп, 10 күн демалып, әрі туған туыстар алап оралды. Үйінің бір кілтін Назираға тастап, көз қырында сала жүрші деп тапсырған еді. Демалысының 4-ші күні қоңырау шалып, үй жақтан хабар алып қоймақшы еді, телефоны өшірулі. WhatsApp-ына жазып еді, жауап болмады. Сол бойы сөйлесе алмады. Бұлардың үйіне оралғанын көріп, кеш қырым Назираның өзі де келді. Сол жақ көзінің көгеріп, ерні жарылғанын байқады. Сұрауға батпаса да не болғанын сезді. Кілтін беріп тұрып, телефонымды сындырып алдым, деді. Шай ішсенші дегеніне қарамай, балалар үйде жалғыз қалды деп асығыс шығып кетті. Ербол сияқты қатын құмар еркекке қор болған Назираны Майра іштей аяп жүрді. Қойнындағы күйеуінің жүргіштігін, өзгеге көз салатынын сезбей ме екен? Әлде сезе тұра білмеген сыңай танытады ма? Таяқ жесе де 3 баламен ажырасып, не опа табамын дейтін болар. Арада 2 күн өткенде көршінің көзі көгеріп, телефонының сынуының сыры ашылды. 3 үйден кейін тұратын Гүлзат келіп, естіп көргенінің бәрін жайып салды. Бұлар демалыста жүрген 10 күн ішінде шағын көшеде үлкен дау туыпты. Яғни Назира айқарап жүрмей, күйеуімен жарысып, көрші дәрігер Мұратпен жүрген көрінеді. Махаббаттарының қай кезде басталғанын ешкім болжай алмайды. Оның әйелі телефонға келген хабарламаны көріп, бар сырды біліп, шу көтермесе жабулы қазан жабулы күйінше қалар ма еді? Тіпті Назираның 4-шісіне жүктілігін де көршілері сол кезде біліпті. Құрсақтағы сәбидің әкесі сол дәрігер ме деген күдік туған көрінеді. Мұраттың әйелі ДНК сараптамасын жасатамын деп Назираға келіп, ата-енесі мен балаларының көзінше балағаттап, шашын жылуға дейін барыпты. Бұл шу 2 отбасының арасында қалмай, бүкіл көше тұрғыны құлақтар болып, беттерін шымшыған көрінеді. Назираның қарғап сілеп, азғындарға бұл жерде орын жоқ, тез келген жерлеріне кері қайтыңдар деп бір ауыздан үкім шығарыпты жіберіпті. Ербол сол күні-ақ Назираны үйіне кіргізіп алып сабағанда, шешесі ара түсіп, әзер қолынан жылып алған көрінеді. Енді бұл көшеде бұрынғыша жайбарақат өмір сүрмесін білген олар, дәрігердің отбасынан кешірім сұрап, көшіп кетуге уәде етіпті. Ал мұны естіген Майраның жүрегі тоқтап қала жаздады. Қатты таңданды. Құрбысындай болып кеткен көрші келіншектен мұндай қылық шыққанына еш сенгісі келмейді. Құдды түс көргендей болып отыр. Сырттай түтіні түзу шатын отбасының іштей іріп жататыны да болады екен. Әркез еркектің қателігі кешіріліп, қоғам оған үйреншікті жағдай деп қарағанымен, әйелдің қателігін ешкім түсіністік деп танытып қабылдай алмайды. Нәзік жандылардың шалыс басқан қадамына кешірім өте аз, бірақ Ербол әйелімен ажыраспады. Кешірім сұрап татуласты ма, ол жағы беймәлім. Мүмкін өзінің де тура жолдан тайып, уақыттарын ойлап ақылға салды ма, кім білсін. Ой ішіне түсіп, адаса жаздаған Майра кешкісін шай үстінде күйеуіне естігендерін жайып салды. Бірақ Қанат бұл күткендей таңғала қоймады. Жайбарақат тамағын ішіп отыра берді. Бұл таңдана: сен естіп алып бедің? Жоқ, сезіп жүргем. Қалайша, не байқадың? Әлде саған көзің қысты ма? Айтпай-ақ қояйыншы деп едім саған. Көзім көрмеген нәрсеге сене де қоймадым. Өткенде кештеу такси ұстап тұр едім, жолай ала кетейін деп бір жігіт тоқтаған. Менің тұратын жерімді білген соң Назираны сұрады. Телефонынан бірге түскен фотосында көрсетті. Танисың ба? Дейді. Я, көршім десем, қалай? Дәмін көрдім бе деп жымыңдайды. Сөйтсем, 1-2 рет жақын болғанға ұқсайды. Таксист жігіт сонысын айтып мақтанып отыр. Адам айтса нанғысыз. Көзімен көрмеген соң, ақиқаты қайсы, жалғаны қайсы ажырата алмай, Майра да
дел сал болды. Қазір оған мына дүниеде сұмдық лас кірлеп тұрғандай сезіледі. Әйел мен еркек біткеннің бәрі жүргіш, төсек құмардай көрінеді. Ультимат білдірген еркек атаулының түпкі ниеті төсекке шақыру деп қабылдайды. Қанатқа күліп қараған әйелге бұл ала көзбен атып қарайтын болды. Ара-тұра телефонын тексеріп, күдікке бой алдыра бастады. Ерлі-зайыптылардың сезімдері сынаққа түсіп, ыстығы басылып, бір-біріне көңілдерінің салқындайтын кездері болатынын түсініп келеді. Міне, осы тұста әйел отбасымен асыл сезімін, тұның көңілдерін лайлап алмас үшін ерінен әрекет күтпей, жарастықты сақтап қалуға тер төгу керек екен деген ой түйді. Еркекке ерегіскен әйел оба таппас.